Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода 6 сыныптың 2 тоқсан бойынша тжб жұмысының бірінші нұсқасы қолданатын болады. Келесі нұсқаны да көру үшін бұл каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода шығатын болады. Бірінші есепте берілген бөлшектердің қайсысы шектеулі ондық бөлшек түрінде жазуға болады дейді. Мына бөлшектердің 5 бөлшектің бөліміне қараймыз. Бөлімдерінде қайсысы ондық, жүздік, ондық үлеске келеді. Сол бізде шектеулі ондық бөлшекке келеді. Яғни бізде 25-тен 2 шектеулі болып тұр. Бұл жерде алымында бөлімінде біз 4-ке көбейте аламыз. Сонда бізде 100-ден 8 шығады екен. 100-ден 8 дегеніміз 0,8. Ары қарай келесі екінші есепте өрнегінде айнымалысын Б айнымалысы А айнымалысын Б айнымалысы арқылы өрнектеміз дейді. Яғни А-ны біз бір Б арқылы өрнектеуіміз керек. А-ны табуымыз керек. Енді алымындағы қосылғышты жазып қоямыз бөлшектің. Сол бізде мына бөлшек сызығы қатынасты білдіреді, яғни бөлуді білдіргендіктен, ол теңдіктің оң жағына 2-ні көшіретін болсақ, мына жаққа ол көбейту болып барады, қарама-қарсы амалмен барады. 3 көбейтілген 2 болады. 2-ға қосылған 5Б, сонда 3-ті 2-ге көбейтсек, ол 6 болады. Енді 2А-ның өзін қалдырамыз да кәдімгі теңдеу сияқты шығарамыз. 6-дан 5Б-ні азайтамыз. Енді А-ның өзін табу үшін осы азайтқышты біз 2-ге бөлуіміз керек, яғни бөлшек түрінде қалдырамыз осылай. Әрі қарай. Үшінші есепте жақшаларды ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріңіз дейді. Бұл жерде ең бірінші таңбалар ережесін қолданып, жақшаларды ашып аламыз. Содан соң барып, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Астына жазамын. Минус 4С, мына минус пен минус плюсті береді. Плюс 8Д болады. Минус 5Д, мына минус пен мына минусымыз плюс 3С болып кетеді. Жақшаның алдында плюстан ешқандай өзгертпейді, сондықтан минус 2С плюс 7Д деп қалады. Енді ұқсас мүшелердің астарын бірдей сызықпен сызып алуға болады. Минус 4С, 3С, 2С бір-біріне ұқсайды екен. Ал 8Д, минус 5Д, 7Д олар өзара ұқсас мүшелер. Енді минус 4С-ға 3С-ні қоссақ, минус 1С және минус 2С болғанда ол бізде минус 3С болады екен. Енді Д-ларды қарайық. 8Д-дан 5Д-ні азайтамыз, 3Д болады. 3Д-ға 7Д-ні қосамыз. Әрбір мүшенің алдындағы таңбаға қарап отырамыз. 3Д болды. 3Д-ға 7Д-ні қосамыз, 10Д болады бізде. Келесі төртінші есеп өрнекті ықшамдаңыз деген есеп. Бірінші А нұсқасында өрнекті ықшамдап алу керек. Содан кейін барып екіншісінде А-ның орнына және Б-ның орнына мәндерін қоюымыз керек. Мына жерге қайтадан жазып алайын, өзімізге түсінікті болу үшін, сосын жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Жақшаның алдындағы бөлшегіміз әрбір жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке көбейтеміз. Яғни 2-ден 1-ді 3А-ға көбейтеміз, қосылған 2-ден 1-ді 8-ге көбейтеміз. Азайту 3-ден 1 көбейтілген 2Б-ға минус 3-ден 1-ді көбейтеміз 12-ге. Тең болады. Енді мына жерде біз 3-ті 2-ден 1-дің алымына көбейтіп жазуға болады. Яғни 2-ден 3А қосылған, мына 2 мен 8 қысқарады, мұнда 4 болады, қосылған 4 шығады екен. Мұнда да дәл солай 3-ден 2Б деп жазып аламыз өзімізге ыңғайлы болу үшін. Және мына 3 пен 12 қысқарады, бұл жерде 4 болады, яғни минус 4 болады екен. Көріп тұрғандарыңыздай, мына 4 пен минус 4 жойылып кетеді, себебі мәндері 0-ге тең. Сонда бізде қалады екен 2-ден 3А азайтылған 3-ден 2Б. Бұл бізде А нұсқасының жауабы. Енді Б нұсқасын қарайық. Бұл жерде А-ның мәнін беріп қойған және Б-ның мәнін беріп қойған. Яғни 2-ден 3А демейміз, енді орнына 5,3-ден 1 дейміз. Азайтылған 3-ден 2Б демейміз, енді алтын қоямыз. Енді бізде мына бөлшегіміз аралассан, оны бұрыс бөлшекке айналдырамыз, яғни көбейтілген 3-ден 16 болады екен. Азайтылған, мұнда да сөйтіп жазып алайық, 2 көбейтілген 6 деп алымына көбейтіледі, яғни натуралса. Енді осы жерден қысқартуларды орындайық. Мына 3 пен 3 қысқарып кетеді екен, 1 болады. 2 мен 16 қысқарады екен, мұнда 8 болады. Мұнда 3 пен 6 қысқарады екен, 2 болады. Сонда бірінші бөлшегімізден бізде 8 шығады, екінші бөлшегімізден 4 шығады. 8-ден 4-ті азайтсақ, ол бізде 4 шығады. Сонымен төртінші есеп бітті. Келесі 5-ші есепке көшейік. АБС-ді төртбұрышының АБ қабырғасы x сантиметрге тең. АБ бізде x-ге тең дейді. Қалған қабырғаларын өрнектеңіз.
яғни осы АБ арқылы өрнектейміз. BC қабырғасы АБ қабырғасынан 1 сантиметрге ұзын дейді. Яғни BC дегеніміз осы X-ге қарағанда 1 сантиметр, X-ге 1-ді қосамыз. BC-нда CD қабырғасы АБ қабырғасынан 2 есе қысқа дейді. Яғни АБ-ны біз 2-ге бөлеміз, ол дегеніміз X бөлінген 2. CD AD қабырғасы CD қабырғасынан 3 сантиметрге ұзын болса дейді. CD дегеніміз ол бізде X бөлінген 2 болды ғой. Сол X бөлінген 2-ге біз 3-ті қосамыз. Ары қарай 5-ші есептің жалғасы бар. Осы 5-ші есептің 2-ші тапсырмасында осы ABCD төртбұрышының периметрі 22 сантиметрге тең екені белгілі болса, бірінші пункттегі мәліметтер пайдаланып теңдеу құрастыр дейді. Яғни бізде AB, BC, CD, AD деген төрт қабырғасы белгілі ғой. Соларды X арқылы өрнектедік. Барлығын қосқанда бізде 22 шығу керек екен. Яғни барлық қабырғасын осы жаңағы тапқан X арқылы өрнектеген. Соларды бір-біріне қосып шығамыз да, соның барлығы 22-ге тең дейміз. Енді X-терді бөлек қарастырамыз мұндағы, және сандарды бөлек қарастырамыз. Енді мына жерде X-терді ортақ бөлімге келтіріп жіберсек, 2-ден X пен 2-ден X-ті мына екеуін қосатын болсақ, оның мәні X-ге тең болады. Яғни сонда бізде былай шығады екен, X қосылған X. 1 мен 3-ті қосып жіберсек, ол 4 болады, тең 22-ге. Мына үшеуінің қосындысы 3X болады, тең болады 22-ден 4-ті азайтып жібереміз. Сонда 3X-іміз тең 18-ге, бұндағы X-іміз 6-ға тең болады. Яғни 18-ді 3-ге бөлеміз, иә. Енді үшіншісінде бізден сұрап тұр. Үшінші пунктінде. Екінші пунктте шыққан теңдеуді шығарыңыз, және AB қабырғасының ұзындығы. AB деген бізде X деп берілген ғой, яғни біз X-ті таптық. Ол бізде 6 болды. Сонда үшінші пунктіміз AB тең 6 сантиметр деп шығады екен. Ары қарай 6-шы есеп. Өрнектің мәнін табыңыз деген мындай амалдарды орындауға берілген есеп. Оны амалдан шығарсақ болады. Бірінші, екінші, үшінші деген сияқты. Бірінші, біз білеміз бөлшектің алымын қарастырамыз, иә. 2,175 көбейтілген минус 1,1 азайтылған. Жазып алайық. 2,175 көбейтілген 0,9. Бұл жерде 2-3 амал қатар тұрғанымен біз бұл жерде тиімді тәсілді қолданамыз. Яғни 2,175 мына жерде 2 рет қайталанып тұрғандықтан біз оны ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда бізде 2,175 шығарып жібергенде бірінші көбейткішінен минус 1,1 қалады. Азайтылған 0,9 болады. Бұл жерден есептейміз, 2,175 қалады солай. Минус 1,1 мен минус 0,9 ол минус 2-ні береді. Енді минус 2-ні 2,175-ге көбейтетін болсақ, ол бізде жерге бағандап көбейтуге де болады. 0 бір ойда, 14 ойда мен 15 бір ойда, 5. Өтірін біз 2 саннан кейін қоямыз. Яғни бізде минус 5,5 шығады екен. Минус. Әрі қарай екінші амалда енді бөлімін қарастырамыз. Яғни 1,1-ді бірінші бөліп алайық 0,2-ге. 1,1-ді жай бөлшек түрінде жасатын болсақ, ол 10-11 болады. 10-11-ді 10-2-ге бөлгендей бөлеміз. Содан соң көбейтуге айналдырамыз. 10-11 солай қалады, ал екінші бөлшегіміз кері санға айналады. Сонда 10 мен 10 қысқарады екен. 11-ді 2-ден 11 шығады, немесе оны 5,5 деп жазаламыз. Үшінші амалда осы 5,5-ті енді біз минус 4-ге көбейтуіміз керек. Ол дегеніміз мәні минус 22 шығады. Ары қарай төртінші амалымыз минус 5,5-ті енді бөлеміз осы минус 22-ге. Сонда қалай шығады? Минус 5,5-ті минус 10-нан 55 деп аламыз, иә? Бөлуді көбейтуге айналдырғанда, яғни ол былай болып кетеді. Минус 22-ден 1 болады. Енді осы жерден қысқартуларды орындаймыз. Мұнда бізде 2 шығады екен, 11-ге бөлінеді. Мынау 5 болады. Так, 10 мен 5 қысқарады. Мұнда 1 болады, мұнда 2 болады. Минус пен минус көбейтеміз, плюс болып кетеді, 4-тен 1 шығады. 4-тен 1-ді 10-дық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0,125 деп те қалдыруға болады. Осымен 6-шы есептіңді талдауым аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода 2-ші нұсқаны талдауын көрсететін боламын. Сау болыңыздар.